Бүгін осындай изолоннан роза светильник гүлін жасайтын боламыз. Бізге осындай 5 түрлі размерлі, яғни лепестке керек болады. Бұл бірінші, бізде қатардікі. Бұл екінші, үшінші, төртінші қатардікі. Мен барлығын видеоның описаниясында жазып кетемін, және де біз қазір осындай тонировка жасайтын боламыз. Тонировканы қалай жасау керектігін қазір көрсететін боламын. Бізге осындай масляный пастель керек болады. Канцтоварда сатылады. Негізі бояу-боямау это өз еркілеріңіз негізі. Мен қазір сіздерге бояп көрсетемін. Изолонды қалай бояу керектігін. Изолонды және де колермен де бояп жатады. Боялмаған листоктарды аламыз. Астына осындай қағаз керек болады, кірлей қалмау үшін. Және де менікі осындай қызыл түсті. Бірақ менде бұл сынып қалды кішкене. Менде бізге влажный салфетка керек болады. Дымқыл салфетка, бірақ менікі осындай күйде қазір салфеткамның түрі. Осы салфеткаға осылай аламыз да, осылай кішкене пастельден жағып аламыз. Сосын аламыз да осылай шеткі жағын осылай бояп бастаймыз. Осылай боялады. Бірінші қатардың, яғни розаның ең ортасының бірінші беткі жағын ғана бояймыз, бір жақ сторонасын ғана. Ал қалған жапырақтарының барлығын екі жағында бояп шығамыз, яғни вот бұлай. Екі жағында осылай бояп шығатын боламыз барлығын. Кішкене орта жағына қарай осылай орта жағына алып та бояйсыздар. Егер де бояғыларыңыз келмесе, өз еркілеріңіз әр түрлі өздеріңіз білесіздер. Түсін, мысалы, ақ түсін изолонын да істеуге болады. Мысалы, менікі бұл шампань түсті изолон. Сондай түрі өзі аталады. Видеоның астына барлық ақпаратты жазып кетемін. Яғни, бірінші, екінші қатарға қанша жапырақ кетеді. Және де шаблондарды алу үшін менің инстаграм парақшама дайректке жазып, шаблон деген сөзді жіберсеңіздер болды. Мен сіздерге шаблон жіберетін боламын. Салфеткаларыңыз міндетті түрде дымқыл болу керек. Құрғақ күйінде жақпайсыздар. Сосын мынандай шеткі жақтарында міндетті түрде бояу керек. Осындай болып шығады. Міне бізде бірінші қатардікі, яғни роза гүлінің ең ортаңғы, ең центрі, яғни оның біз бер жағын ғана бояйтын боламыз. Осы сторонасын ғана. Дайын болды. Бұл бірінші қатардікі. Осы екі жағын, артқы жағын боямайсыз. Тек қана осы беткі жағын ғана.
Ары қарай енді формировать ететін боламыз. Ол үшін бізге осындай диаметр 12 сантиметрлік пенопластовый шар керек болады, және де диаметр 15 сантиметрлік шар. Менде мысалы мынау плафон. Тоже мынаның 15 сантиметрлік пенопластовый шар сатылады, сондайда алып қолдануға болады. Одан кейін бізге осындай электрикалық пеш керек болады, плита. Так, оны мен қазір 2,5 сондайға қоям режимін. Қатты максимальныйға қоюдың қажеті жоқ, қатты қызып кетіп, изолоныңызды жыртып тастауы мүмкін. Енді қазір біз бірінші қатардың 2 листогын формировать ететін боламыз. Оған бізге осындай 12 сантиметрлік шар керек болады. Және де оның астына подставка ретінде осындай кружка қоюларыңызға болады. Кішкене қызғаннан кейін осылай аласыздар да қыздырасыздар. Екі жағында қыздыруға болады. Яғни мына бояған бояуды кішкене сіңдіру үшін. Осылай аламыз да шарға осылай созамыз. Яғни бізге бірінші қатардың листогын, то есть ортасын шығару керек. Яғни бізге осындай көлек жасау керек болады. Көлек жасаймыз. Осындай шығады. Яғни тура осындай қылып екіншісінде істейміз. Екі жағында бірде осылай. Көп ұстаудың қажеті жоқ изолонды. Ыстықтың астында изолонымыз жыртылып кетуі мүмкін. Осылай созып, тартып ұстап тұрасыз. Кішкене бас жағында қыздырып, осылай созып жібереміз. Одан кейін осылай көлек жасаймыз. Яғни бізде осындай 2 листок шықты. Бұл бізде бірінші қатардікі. Ары қарай екінші лепестокты жасау үшін тоже сам бізге осы шар керек болады. Яғни бұның екі жағы да боялған, екі жағында ақырында осылай қыздырамыз да, осы қарап тұрған жағын былай қаратамыз да, осылай созамыз. Мына кішкене бас жағын былай қарай, артқа қарай осылай кішкене еріліп тұру керек. Осылай болу керек. Және мен қыздырып жатқанда, осылай қыздырып жаттым ғой былай не. Екі жағын қыздырып жатқанда, кішкене, яғни изолоным артқа қарай осылай өзі майысады. Сол кезде тез ала қаламда, осылай шарға созып аламын. Сол кезде міне осындай артқы жаққа қарай өзі қайырылып тұр. Осындай пайда болды менде. Келесі тағы да, яғни бүкіл екінші осындай размерлі изолонды, лепестокты осындай күйінде біз формировать етіп шығамыз барлығын. Өзі осылай қыздырылып тұрғанда артқа қарай осылай қайырылды. Көп ұстаудың бірақ қажеті жоқ. Кішкене қайырылғаннан кейін сразу осыған шарға қойып созып аламыз. Сол кезде мына бас жағы өзі ақырында қайырылып тұрады. Бізге осындай керек болады. Печканың, яғни режимі орташа болу керек міндетті түрде. Қаттыға қоюдың қажеті жоқ. Қаттыға қойсаңыздар, изолондарыңыз деформацияланып қалады, және де осы шарға тартқанда жыртылып кетуі мүмкін. Қатты созбаңыздар, то изолондарыңыз жыртылып кетуі мүмкін.
Мысалы, пенопластовый шар таппасаңыздар, осындай домалақ кругты, мысалы, доп болады, тағы да домалақ формалы зат тапсаңыздар, вот соған созып істей беруге болады. Сосын, например, мына кішкене қысқалау болып тұр, оны түк етпейді, ол ортаңғы жағында қалып, көрінбей қалады. Сондықтан мен мысалы экономдау мақсатында изолонды солай өзім астыңғы жақтары қысқа болса да қия беремін. Так, бұл және қайрылмай қалды. Сондықтан өзіміз осылай қолмен ақырындап артқа қарай созып көмектесіп жүреміз. Егер де осылай қайрылмай қалған жағдайда, вот қайрылмай қалды, мысалы, кішкене шетін алып, осылай қырын ғана осылай өзіміз қолымызбен артқа қарай созып формировать етіп жүреміз. Бұл бізде екінші размерлі лепестогымызды формировать етіп болдық. Ары қарай бізде үшінші размерлі лепестоктарды аламыз. Яғни бізде ол 3 штук болады. Тура видеодағыдай екі жағында қыздырып аламыз. Осылай шардан босатпай, шет жағын осылай ақырындап қыздырамыз. Және де артқа қарай осылай ақырындап қана созамыз. Қатты созудың қажеті жоқ. Яғни денеңізге осылай жанастырып алып, осылай шетке қарай кішкене болсын қайрылып тұру керек. Екі жағын қыздырып алғаннан кейін, енді ортаңғы жағынан кішкене ғана қыздырамыз да, осылай екі жағынан қосып қысатын боламыз. Яғни бізге ортаңғы жағынан осындай үшбұрыш қылып форма келтіру керек. Осылай формировать етіп аламыз екі жағын, артқа қарай қайырып. Одан кейін екі жағын осылай бірдей ұстап тұрамыз да, ортаңғы жағын кішкене ғана қыздырамыз. Одан кейін бір-біріне осылай жабыстырамыз. Кішкене жабыстырып ұстап тұрасыз, яғни осындай форма келтіруіңіз керек.
осылай созамыз. Одан кейін осылай артқа қарай тағы да қайырамыз. Одан кейін енді мынандай зажимнан екеу істейтін боламыз. Бір жақ шетінен осылай аламыз да. Сосын екінші жақ шетінен вот осындай. Ну, если хотите, можно үшеу істеуге болады. Яғни 3 зажим істеуге болады. Сол кезде бізде осындай лепесток шығады. Зажимнің араларын осылай ұстап, кішкене созуға да болады. Болды, барлығын формировать етіп болдық. Енді бұның барлығынан енді ары қарай роза гүлін жасайтын боламыз. Ары қарай біз плафонның орнына осындай контейнерді қолданатын боламыз. Көлемі орташа, қатты үлкен емес. Сосын астын осылай кесіп, E27 патронның кольцосын алып осыған жабыстырамыз. Клеймен немесе термоклеймен. E27 патроны осындай болады. И сатып алғанда міндетті түрде кольцосымен сатып алу керек. Юбкасы деп аталады немесе кейде болады без кольцосы сатады. Негізі міндетті түрде кольцомен осындаймен алуларыңыз керек. Яғни осы түбіне осыны жабыстыру үшін арналған. Осылай аламыз бірінші, екінші листі. Осыған өлшеп аламын да, сосын зажигалканың көмегімен тезірек жабыстырып аламын. Жабысты. Екінші жақ шетін жабысты. Сосын мына тұрған жерлердің барлығын қазір клеймен жабыстырып шығамыз. Олай кішкене қиюға да болады, жабыстыруға ыңғайлы болу үшін. Осы күйінде аламыз да. Осылай пластмассаға жабыстырып аламыз. Екінші жақ шетін жабыстырамыз. Жабыстым.
кезде осындай основание шығады. Яғни осында кішкене тесік қалдырдым, бұдан ауа өтіп тұру үшін. Мына жерлерде жабыстыруға болады. Да, ары қарай бізге осындай 2 листок керек болады. Мынандай қысқа да болса бәрібір, өйткені орталық жағынан көрінбей қалады. Осылай қоямыз. Тура мына биіктігі бірдей болу керек екеуінің арасының. Сосын бір жағын осылай жабыстырғанымыз да, мына жағын жабыстырмаймыз. Ол жағына екінші листокты осылай кіргіземіз де. Осылай. Видеода қалай көрсеттім, тура сол бойынша істейсіздер. Ашық қалды, енді оны жабамыз. Жабылды. Жабылды. То есть істелді екінші қатар. Енді ары қарай осындайдан бізге 3 листок керек болады. Оны осылай мына екі айқасқан жерге, мына екі айқас тұр, вот сол жерге осылай алып келеміз. Осылай қоямыз. Тоже бұның бірінші листоктың бір жағын, оң жағын, сол жағын, осы жағын жабыстырмаймыз. Екінші жақ шетін жабыстырамыз да. Келесі листокты алып, осылай қоямыз. И бұны жабыстырамыз. Келесі, үшіншісін ашық тұрған біріншісіне былай кіргіземіз де, осылай істейміз. Осындай болып шықты. Астыңғы жағында изолонды бір-біріне осылай зажигалкамен жабыстырып шығамыз. Негізі өте ыңғайлы, изолон бір-біріне осылай зажигалканың көмегімен жабыса береді. Ыстық желімге экономия болады. Осындай болып келіп жатыр бізде. Енді ары қарай бізде тағы да 3 штук соңында соған жабыстырып шығамыз. Мына екі айқасқан жерге осылай біреуін алып келеміз. Бір лепестокты. Бұның тоже бір жағы ашық тұрады. Екінші шетін осылай жабыстырамыз. Келесі үшінші лепесток, екінші лепестокты то же самое мына екі жерге осылай алып келеміз. Яғни біздің розамыздың ортасы дайын болып қалды. Төртеуде істеп жүруге болады, немесе осылай үшеуде жетеді. Думаю, свет жандырғанда өте әдемі болып шығады осы розаны.
Өз осылай бояғанда роза әдемірек болып шығады. Вот осылай біздікі болды. Енді ары қарай тағы да 3 лепестокты аламыз келесі. Яғни бізде неше қатар шықты? 1, 2, 3, 4. 4 қатар болды бұл. Енді бізге 5-ші қатарға осы лепестокты осылай қоямыз. Кішкене ашыңқырақ болады мына жерлері. Былай. Яғни жәнегі секілді мынаған келіп тұрды. Bir жағын ғана, бірінші лепестокты всегда бір жағына жабыстырамыз осылай. Сосын ары қарай келесі екінші. Осылай қарап аламыз. Кене ашыңқы болу керек мына жерлері. Үшіншісін біріншісіне осылай кигіземіз. Осындай болып шықты. Енді мына жерлердің барлығын ыстық желіммен жабыстырып шығамыз. Оны былай істеуге болады. Мына жерден ортасына былай кішкене қиып, мына жерін салуға изолонға келіп тұр, сондықтан бұны зажигалкамен жабыстыра саламыз бұларды. Өте ыңғайлы. Келесі біз бұларды уже ыстық желіммен жабыстырамыз. Енді 4 лепестокты мынандай үшкірмен жабыстырып шығамыз. Сол үшін бізге осы екі айқасқан жерден тағы да аламыз. Осылай. Тоже кішкене арасын ашыңқы қыламыз. Қатты бүйтіп жабыстырып тастамаймыз. Келесі. Енді ары қарай біз кішкене мына жерлерін чуть кішкене ортаңғы жаққа қарай сәйкестендіріп жабыстыратын боламыз. Бізде осылай болып шықты. Все, болды. Тағы да қоямыз осылай. Өздеріңіз айнаға қарап, былай әдемі болып тұрма, розаның формасы бір-біріне сәйкес келіп тұрма, аккуратны болып тұрма, соның барлығын қарап, негізі айнамен роза жасар кезде, гүл жасар кезде айнаға қарап, сырттан қарайсыздар ғой, қалай көрініп тұр барлығын. Осындай болды. Енді соңғысын бірінші ашық тұрған жерге осылай саламыз. Яғни қараңыз, мынау мынаған қарама-қарсы болды. Мынау бірінші мен үшінші қарама-қарсы болды, екінші мен төртінші бір-біріне қарама-қарсы болып келді. Осылай тұрған күйінде болды. Енді бұны біріншісін енді жабыстырамыз. Мынандай мысалы мына жері ашық қалды, осылай. Ол жерін аламызда бүйтіп қиямызда. Яғни жабыстырып тастаймыз. Енді соңғы қатарды жабыстырамыз. Оны енді біз кішкене төменірек қарай, төменірек және де осылай ашыңқы қылып, осылай жабыстыратын боламыз. Мынадан чуть төмен түсіп тұр, байқасаңыздар. Яғни мына екі айқасқан жерінен кішкене төменірек түсірдік осылай. Осылай болады сол кезде.
сосын ары қарай тоже мынаған кеп тұр қарама қарсы. Соңғысын, яғни бірінші ашық тұрған жерге осылай әкеліп қоямыз. Жабысты. Екінші жақ шетін. Қандай әдемі роза шықты бізде. Енді артқы жағын дейміз. Артық тұрған жерлерді қиямыз. Чтобы в дальнейшем бізге мешать жасамау үшін. Сосын жабыспаған жерлерді пластмассаға контейнерға жабыстырамыз. Сонымен бізде осындай роза дайын болды. Жұмыстарыңызды менімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналыма тіркелуді және де лайк, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар.